Барлықтарыңа сәлем. Біздің кезекті тақырып қозғалысқа байланысты есептер. Енді осыған байланысты есептерді қалай формула жаттамай түсініп шығаруға болатынын түсіндіретін боламын. Енді осы видеоны басынан бастап аяғына дейін дұрыстап көріп шығыңыздар. Сол кезде тақырып толықтай түсінікті болады. Енді давайте келесі кезекті мысал қараңыздар. Бірінші жағдай бізде екі объекті, яғни бір-біріне қарама-қарсы бағытта бүйтіп келе жатсын. Яғни біріншісі А жерден бастап, екіншісі Б жерден бастасын. Яғни бірінші объекті Адан Б-ға дейін, ал екіншісі Б-дан А-ға дейін. Яғни екеуі бір-біріне қарама-қарсы қозғалсын. Осы кезде жылдамдықтары қалай болады? Қараңыздар, бізде Адан бастап жүрген объектінің жылдамдығы V1 болсын, ал V-дан бастап жүрген объектінің жылдамдығы V2 болсын. Сол кезде екеуінің жылдамдықтары не істейді? Қосылады. Дұрыс айтасыздар, қосылады. Яғни екеуі бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалған кезде олар бір-біріне тез жақындайды. Мынаның жылдамдығы бар, еще мынаныкі бар. Екеуі бір-біріне жақындайды. Сол кезде екеуінің жылдамдықтары қосылады. Бұл кезде, яғни формула мына түрде болады. Қараңыздар. S тең V1 қосылған V2 көбейтілген Т. Яғни екеуін жақша аламыз. Көбейтілген Т болады. Енді екінші жағдай бізде дәл осы объект, яғни Адан Б-ға дейін. Бірақ бұл жердегі қозғалыс бір-бірімен бағыттас. Яғни мысалы біреуі былай кетіп баратады, екіншісі дәл сондай бағытта кетіп баратады. Сонда екеуі А деген объектіден шығады, екеуі В-ға барады. Яғни бірінші В1, бірінші объекті, бізде екінші объекті В2. Яғни екеуінің енді ара қашықтығын табу үшін не істейміз? Жылдамдықтарын азайтамыз. S тең V1 азайтылған V2, яғни үлкеннен кішісін азайтамыз да Т-ға көбейте саламыз. Қараңыздар, осы кезде міне қарап тұрсаңыздар логичный нәрсе. Екеуінің біреуі былай 50 км/сағат жылдамдықпен баратады, екіншісі 30 км/сағат жылдамдықпен барады. Сол кезде екеуінің арасы міне 20 км/сағатқа алшақтай береді. Түсіндірсіздер ме? Яғни мысалы біріншісі V1 50 болса, екіншісі 30 болса, екеуі де бір бағытта кетіп баратыр. Екеуінің айырымы, яғни 50 азайтылған 30 тең болады 20 км/сағатпен жүрген сияқты жылдамдықпен жүреді. Енді келесі бізде үшінші жағдай бізде бір нүктеден басталса, яғни А нүктесінен басталады дейді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы бағытта кетеді дейді. Яғни бірінші объект, екінші объект, екеуі бір-біріне бүйтіп қарама-қарсы бағытта. Енді бір нүктеден қарама-қарсы бағытта десе, дәл осылай саламыз. Бір нүктеден екеуі бір-біріне қарама-қарсы бағытта кетіп баратыр. Мынаның жылдамдығы V1, ал мынаның жылдамдығы V2. Екеуінің арақашықтығын табу үшін не істейміз? Яғни S тең болады V1 қосылған V2 көбейтілген Т болады. Яғни екеуінің жылдамдығын қосамыз сол кезде. Енді келесі бізде өзен ағысына байланысты, яғни өзен ағысына байланысты келген кезде мынандай жағдай болады. Қараңыздар. Бізде өзені, ағып жатқан өзен. Енді осы ағып жатқан өзеннің ағысы міне былай бағытта осылай қарасын. Осылай қарасын. Өзеннің ағысы В өзеннің ағысы деп қояйық. В өзеннің ағысы. Енді В меншікті жылдамдық бұл ағыстың, яғни қайықтың жылдамдығы. Мына жерде бір қайық кетіп барады. Осы қайық бізде өзен ағысына қарама-қарсы бағытта жүрсін. Бірінші жағдай, яғни өзен ағысына қарсы. Өзен ағысына қарсы бағытта. Өзен ағысына қарсы бағытта болса, қараңыздар. Бізде қайық былай кетіп баратады, ағыс оны артқа қарай итереді. Сол кезде оның жылдамдығы азаяды. Яғни жылдамдығы В меншікті азайтылған В өзен болады. Яғни жылдамдық осылай өзгереді. Енді бұл жердегі формула, яғни S-ті табатын болсақ, онда S тең болады V меншікті азайтылған V өзеннің ағысы
и көбейтілген т болады. Енді екінші жағдай бізде өзен ағысымен, яғни өзен ағысымен бағыттас болса. Қараңыздар, бізде өзен ағысы былай кетіп баратыр, и қайықта былай кетіп баратыр. Яғни өзен ағысы қайықты не істейді? Итереді. Сол кезде екеуінің жылдамдықтары қосылады. Яғни В меншікті қосылған В өзен. Бұл екеуі бір-біріне бағыттас болған кезде. Мынау бағыттас болған кезде. Енді сол кезде S формула бізде былай өзгереді екен. Так, S тең В меншікті қосылған В өзен ағысы и көбейтілген т болады. Енді осы тағы да формулалар бар. Оларды осы келесі практикадағы, яғни есеп шығару барысында сіздерге толықтай түсіндіретін боламын. Енді келесі есепте бізде автокөлік 4 сағатта 312 км жүріп өтті дейді. Егер ол жылдамдығын 5 км сағатқа азайтса, онда автокөлік 5 сағатта қандай қашықтықта жүріп өтеді дейді. Қараңыздар, бізде автокөлік 4 сағатта 312 км жол жүрген. Осы арқылы біз ең алдымен жылдамдығын тауып алайық. S тең 312 км. Так, оны табатын болсақ, V тең S бөлінген T. Яғни бастапқы формуланы білесіздер, S тең V көбейтілген T. Міне осыны жақсылап жазып қойыңыздар. S тең болады V көбейту T. Енді осы жерден V-ны табатын болсақ, онда V тең S бөлінген T болады. Яғни V-ны табу үшін жүрілген жолды бөлеміз T уақытқа. Бізде 312-ні бөлеміз 4 сағатқа. Сол кезде қараңыздар. Так, 156 и 78. 78 км сағат. Сонда бізде автокөліктің жылдамдығы 78 км сағат. Егер ол жылдамдығын 5 км сағатқа азайтса дейді. Қараңыздар. Бастапқыда бізде 78 км сағат болған. Содан кейін ол жылдамдығын 5 км сағатқа азайтады. Яғни азайтады деген сөз 78-ден 5-ті алып тастаймыз. Сол кезде 73 км сағат шығады екен. Сонда 73 км сағатқа дейін жылдамдығын азайтады. Сонда автокөлік 5 сағатта қандай қашықтықта жүріп өтеді. Енді осы S-ті табуымыз керек. S табу үшін не істейміз? Онымен T-ны көбейтеміз. Яғни бұл жердегі T 5 сағатқа тең. T тең 5 сағаттың ішінде, яғни V тең 73 км сағат жылдамдықпен қанша километр жол жүреді дейді. Қараңыздар, бізде 73-ті көбейтеміз 5-ке тең болады. Так, 365 километр. Жауабы сонда 365 километр. Қараң, осы жерде сіздерге айтып өтетін жағдай, яғни мына жерде сіздер жақсылап дәптерге жазып алыңыздар. Егер де бірінші жағдай ол арттырса десе, мысалы жылдамдығын 4 км сағатқа арттырса десе, онда V қосылған 4 болады. Яғни 4 км қосасыздар. Екінші жағдай, так, 5 км сағатқа жылдамдығын кемітсе десе, немесе азайтса дейді кейбір кездерде. Сол кезде V-дан азайтасыздар 5-ті. Енді келесі жағдай бізде жылдамдығын 2 есе көбейтсе дейді. Жылдамдығын қысқаша жазып кетемін. Жылдамдығын 2 есе арттырса, 2 есе арттырса. Енді 2 есе арттырса, оның жылдамдығы қалай өзгереді? 2 көбейтілген V болады. Яғни 2 есе арттырса десе, 2 есе, яғни 2-ке көбейтеміз. Одан кейін төртінші жағдай бізде қараңыздар. Жылдамдығын 2 есе кемітсе дейді. 2 есе кемітсе, онда V бөлінген 2 болады. Яғни осыларды жақсылап жазып қойыңыздар. Мына осында әр есепті
әр есепті түсіндіру барысында осындай формулаларды жазып отырыңыздар. Келесі бізде 650 км болатын екі қаладан бір-біріне қарсы екі жүк көлігі шықты. Яғни бір-біріне қарама-қарсы бағытта. 5 сағаттан кейін кездесті дейді. Егер бірінші көліктің жылдамдығы 70 болса, екінші көліктің жылдамдығын табыңыз деген. Яғни қараңыздар, бізде екі елді мекеннің арасы, яғни А болсын, мынау бізде В болсын. Екеуінен бір-біріне қарама-қарсы бағытта В1 дейтін жылдамдықпен, екіншісі 70 км сағат, яғни екіншісінің жылдамдығы 70 км сағат. Енді екеуінің арасы, яғни S бізде 650 км. S бізде 650 км. Енді бір-біріне қарама 5 сағаттан кейін кездесті, яғни Т тең болады 5 сағат. 5 сағаттан кейін екеуі бір-бірімен кездеседі. Енді осы жердегі S формуласын жазамыз. Бір-біріне қарама-қарсы бағытта десе, жылдамдықтар қосылады. Яғни S тең V1 қосылған V2 көбейтілген Т болады. Енді осы жерден табуымыз керек нені? Жылдамдығыны V1 қосылған V2 тең болады S бөлінген Т. Енді осы мәндерді орындарына апарып қойсақ жеткілікті. Яғни V1 қосылған V2 бізде 70-ге тең. 70 тең болады S бөлінген Т. Яғни S деп отырғанымыз 650-ге тең, ал Т деп отырғанымыз 5-ге тең. Енді осы өрнекті әр қарай шығарсақ жеткілікті. 650-ді 5-ге бөлеміз, 130 шығады. Енді осы жерден V1 табу үшін 130-дан азайтамыз 70-ті. Так, бізде 60 шығады екен. Жауабы сонда 60 км сағат. Бірінші автокөліктің жылдамдығы 60 км сағат. Келесі бізде пойызға байланысты есеп. Бұл өте қызықты есеп, яғни осы есеп бұл өте күрделі есептердің қатарына жатады. Қараңыздар, бізде пойыз ұзындығы 475 метр көпірден 45 секундта өтті. Ал станция кезекшісі тұсынан 20 секундта өтті. Пойыз ұзындығын табыңыздар деген. Енді оқушылар, сіздер дәл осы есепті оқып жатқан кезде не айтылып тұр, соның бәрін көзге елестету керек. Мысалы бізде көпір берілген, мына осындай бір көпір берілген. Мына жерде кезекші отырады. Яқта кезекші отырады. Яғни бұл есепті шығарған кезде бірінші воображение керек адамға. Яғни қалай болып жатыр, соның бәрін миымызда елестетуіміз керек. Бірінші нақтан пойыз келеді. Білесіздер, пойыз өте ұзын болады. Пойыздың өте ұзын болады. Енді осы пойыз мынау бүйтіп көпірдің үстімен бүйтіп өтіп болам дегенше дейін, яғни мынау пойыз былай өтеді, көпірдің бойынан бүйтіп өтеді, одан кейін ең артқы жағы, пойыздың артқы жағы, мынау көпірден шығып болам дегенше дейін ол уақыт өтеді, белгілі бір уақыт өтеді. Енді сол уақытта үшін істейміз, мынау 45 секундтан, яғни бүкіл өтем дегенше дейінгі уақыт бұл 45 секунд. 45 секунд. Енді ал кезекші тұсынан, яғни мынау жерден өтем дегенше дейінгі уақыт, кезекші тұсынан өтем дегенше дейінгі уақыт 20 секунд. Сонда жалпы бұл пойыз көпірден 45 азайтылған 20 тең 25 секунд. Яғни көпірдің өзінен ол 25 секундтың ішінде өтіп тұр. Көпірден 25 секундта өтіп тұр. Енді 475 метр көпір, ол 25 секундта өтсе, осы арқылы біз V жылдамдығын тауып аламыз. Яғни S тең 475 метр, көпірдің ұзындығы 475, Т тең 25 секунд. Яғни осы көпірден өтем дегенше дейін 25 секунд өтеді. Енді V жылдамдығын тауып алайық. V-ны табу үшін 457 деп қойыппын, 475 болады. 475-тен 5-ті бөлеміз 25-ке, тең болады 19. Яғни 19 метр секунд. Бұл дегеніміз пойыздың жылдамдығы. Енді қараңыздар, пойыз кезекші тұсынан, кезекші тұсы деп
елестетіңіздер, кезекші тұсы. Енді осы пойыз кезекші тұсынан басынан бастап, міне бүйтіп пойыздың басы кезекші тұсынан бүйтіп өтеді. Өтіп болам дегенше дейін, яғни ең соңы бүйтіп өтіп болам дегенше дейін, міне ең соңы өтіп болам дегенше дейін 20 секунд өтеді. Оның жылдамдығы v тең 19 метр секунд болады. Яғни осы арқылы біз пойыздың ұзындығын тауып алуымызға болады. Яғни s тең 19 көбейтілген 20, v көбейтілген t тең болады 380 метр. Жауабы бізде 380 метр болады екен. Өте күрделі есеп. Бұны бір көріп түсіну невозможно деп айтсам да болады. Яғни бұны 3-4 рет бүйтіп айналып қайтып көріп, осыны елестетіп, сосын барып түсінуге болады. Сондықтан осы есепті түсінбей қалсаңыздар, уайымдамаңыздар, қайттан басынан бастап қарасаңыздар болады. Яғни бұл есепті бірден түсініп өту былай вундеркиндтердің ғана қолынан келеді деп айтсам болады. Енді келесі есепке өтейік. Бізде кенгуру 1 секундта 3 метрге секіреді, ал баласы 1 метрге 0,5 секундта секіреді дейді. Олар үйдің жанынан көпірге дейін секіруге бірге бастайды. Үйдің жанынан көпірге дейінгі ара қашықтық 180 метр болса, кенгуру көпірдің жанында баласын қанша уақыт күтеді дейді. Бұл жерде де елестету керек. Яғни жалпы қозғалысқа байланысты есепті шығарған кезде бірінші не болып жатқанын елестетіп алу керек. Бірінші кенгуру и оның баласы. Екеуі осы үйдің жанында үйдің жанынан бастайды. Үй деп қойыппын ғой, үй, иә? Үй, көпір. Яғни үйден бастап көпірге дейін секіреді. Кенгуру бізде өзі 1 секундтың ішінде 1 секундта бұлай 3 метрге секіреді. 2 секундта сәйкесінше 2 секундта 6 метрге секіреді. Енді ал баласы 1 метрге 0,5 секундта. Яғни 0,5 секундта ол 1 метрге секіреді. Енді осы кезде біз анықтап алайық, 1 секундта ол 1 секундтың ішінде, яғни 1 секундтың ішінде ол 2 метрге секіреді. Яғни просто екеуін 2-ге көбейте саламыз. 2-ге өтсек 1 секунд, 2-ге өтсек 2 метр. 1 секундтың ішінде 2 метрге секіреді. Енді көпір мен үйдің ара қашықтығы 180 метр. Қараңыздар, біз бірінші кенгурудың несін тауып аламыз, жылдамдығын тауып аламыз. Яғни v тең s бөлінген t, оны білесіздер. Яғни 3 метрді 1 секундқа бөлеміз. 3 метр бөлінген 1 секунд тең болады 3 метр бөлінген секунд. Яғни кенгурудың жылдамдығы 3 метр секунд. Енді келесі бізде 180 метр, яғни барлық бізде үйден бастап көпірге дейінгі ұзындық s тең 180 метр. Енді осыны неше секундта кенгуру секіріп өтетін табайық. Яғни t тең s бөлінген v. Бұл жердегі s 180-ге тең, ал v болса, яғни жаңа анықтадық 3 метр секундқа тең. Бізде 3 метр секунд тең 60 секунд. Яғни бізде кенгуру 60 секундта көпірде болады уже. Ал енді баласын анықтап алайық. Баласы бізде неше секундта көпірде болады екен. Бірінші баласының жылдамдығын тауып алайық. v тең s бөлінген t, s бізде 2 метр, яғни 2 метр бөлінген t бізде 1 секунд. 1 секунд тең болады 2 метр бөлінген секунд. Жылдамдығы 2 метр бөлінген секунд. Енді 180 метрді, s тең 180 метрді қанша секундта барады екенін тауып алайық. t тең, t-ны табу үшін 180-ді, яғни s-ті бөлеміз v-ға. v бізде 2 метр секунд. 90 секунд. Яғни қараңыздар, кенгуру 60 секундта болады уже. 60 секундта болады, ал баласы 90 секундта болады екен. Сонда енді қанша секунд күтетін табу үшін істейміз? 90 секундтан азайтамыз, 60 секундта тең болады 30 секунд. Жауабы сонда 30 болады екен. Кенгуру өзінің баласын 30 секунд бойы күтеді екен. Енді келесі өзен ағысына байланысты есептер. Меншікті жылдамдығы 18 км/сағат.
катер ағыс жылдамдығы 2 км сағат өзенде ағысқа қарсы жүзеді дейді. Катер 3 сағатта қанша жол жүреді? Енді бірінші В меншікті жылдамдығы, яғни катердің өзінің жылдамдығы 18, ал ағыстың жылдамдығы В өзен ағысының жылдамдығы тең болады 2 км сағатқа. Енді бізде Т тең 3 сағаттың ішінде қанша километр жол жүреді? С тең, яғни бізде өзен ағысына қарсы болса, жылдамдықтары азаяды. Яғни мынау өзен и мынау катер. Өзен катерді бүйтіп итереді өзінің жылдамдығымен. Сондықтан жылдамдығын азайтамыз. 10 В1 азайтылған В2 болады. Көбейтілген Т тең болады. Так, 18-ден 2-ні азайтамыз и оны Т-ға көбейтеміз. Яғни 3 сағатқа көбейтеміз. Тең болады. Так, 18-ден 2-ні азайтамыз. 16 и оны 3-ке көбейтеміз. 48. Сонда жауабы 48 км жол жүреді екен. Келесі бізде катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығы 28. Қараңыздар, бізде ағыспен бірге жүретін болса, ол ағыс катердің жылдамдығын итереді, сондықтан жылдамдықтар қосылады. В меншікті қосылған В ағыс. Ағыспен жүрген кезде жылдамдығы міне осылай болады. Ол бізде 28-ге тең дейді. Ал енді ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы 20 км сағат. Яғни В меншікті азайтылған В ағысқа қарсы жүретін болса, ағысының жылдамдығын итереді, жылдамдықтары азайтылады. Сол кезде 20 км сағат болады екен. Енді катердің меншікті жылдамдығын табыңыз деген. Яғни бұл жерде қарапайым жүйе, екеуін қоса саламыз. Сол кезде В меншікті, яғни екеуі қосылып 2В меншікті жылдамдық болады. Тең болады. Так, мынау В ағыс пен В ағыс екеуі қысқарып кетеді. Неге? Өйткені мынау плюс, мынау минус. Екеуі бір-бірінен бүйтіп қысқарып кетеді. И тең болады. 28-ге 20-ны қосамыз, 48. Сонда В меншікті жылдамдық тең болады 48 бөлінген 2 тең 24 км сағат. Сонда жауабы меншікті жылдамдық бізде 24 км сағат екен. Келесі, пойыз 4 сағат ішінде 336 км жүрді. Ал автобус 3 сағат ішінде 126 км жол жүрді. Автобустың жылдамдығы пойыздың жылдамдығынан неше есе кем екенін табыңыз деген. Енді қараңыздар, бірінші пойыздың жылдамдығын таба аламыз. Енді пойыз 336 км жолды Т тең 4 сағатта өтетін болса, онда В-ны тауып аламыз. Яғни S-ті Т-ға бөлеміз. 336-ны бөлеміз 4 сағатқа. Тең болады. Так, 168, 84 болады. Қателеспесем. 84 км сағат. Бұл пойыздың жылдамдығы. Екінші, біз автобустың жылдамдығын тауып аламыз. Так, автобус Т тең 3 сағаттың ішінде S тең 126 км жол жүреді екен. Енді жылдамдығын табу үшін S-ті Т-ға бөлеміз. Сол кезде 126 бөлінген 3 болады. Тең болады 42. Енді пойыздың жылдамдығы автобустың жылдамдығынан неше есе үлкен немесе неше есе кем екенін табуымыз керек. Енді ол үшін не істейміз? Так, біз автобустың, яғни В автобустың жылдамдығын бөлеміз В пойыздың жылдамдығына. Тең болады. Так, автобустың жылдамдығы 42, пойыздың жылдамдығы 84. Тең болады 2-ден 1. Сонда автобустың жылдамдығы пойыздың жылдамдығынан 2 есе кем екен. Жауабы 2 есе болады. Енді сонымен бүгінгі практикалық сабақ аяқталды. Енді үй тапсырмасын толықтай шығаруға тырысыңыздар. Практика арқылы тек қана тақырыпты түсінуге болады. Яғни практикалық есептерді қаншалықты, яғни үй жұмысын қаншалықты шығарсаңыздар, соншалықты сол тақырыпты түсінесіздер. Сондықтан үй жұмысын толықтай шығаруға тырысыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.